Бәріне сәлем, қайната қайнағамен тұратын келін обедтен кейін не істейді? Обедті беріп болғаннан кейін ыдыстардың барлығын тарсылдатып жуып тазалап алдым. Бір қарасам кір жиналып қалыпты. Атаның киімдері, бала шағаның. Осы киімнің барлығын ақ келінге салдым да бір сағат әдемілеп әппақ қылып шығар дедім де қойып қойдым. Негізі барлығын қарнын тойдырдым. Енді обедтен кейін 1-2 сағат өзімде демалып алсам болады, бірақ үйдің шаруасы деген бітпейді ғой. Енді бөлмеме барып 1-2 сағат демалып алсам ба деп комнатама барсам, нанның қиқымдарыма балалар печенье жеген ба білмеймін, білген істеген қосын қой. Пилесос таба алайын деп пилесос таба алдым да шкафты ашып қалсам, балалардың киімдері ат шықса бола ма, біреу бомба тастап кеткенде. Біздің киімдер бар, күнде шашылады, сіздерде де солай ма? Сосын аяшқа аяғыма оратылып кеткесін ұйықтатып тастадым да картошканың барлығын ашып кешкі тамағымды бұқтырып қойып қойдым, кешке дейін пісе берсін деп. Сөйтіп тапчанды сыпырып тазалап алайын деп шығып бара жатсам, қайнағам отыр. Ойбай, не болды деп едім. Шашымды алып бер дегеніме 2-3 күн болды. Келінжан, бүгін енді шашым мен тырнағымды алып беретін шығарсың деді. Сонымен тез зарядтап алдым машинканы, сөйтінде құманымды, алжапқысын бәрін жаптым да тез сақал мұртын алып берейін дедім. Енді қайнағамның негізі 3-4 күн болған айтқаны. Ән істеймін, не істеймін деп білесіздер ғой, әйел адамның шаруасы бітпейді ғой. Сонымен қой, бүгін алып бермесем енді ұят болады, қайнағам ренжіп қалады дедім деп. Тез алып тастадым. Кішкене былай отырыңыз деп енді өзіме ыңғайлы қылып айтып жатырмын. Шашын және де сақал мұртын алып бердім. Одан кейін тырнағын алайын десем, әлі өспепті. Содан кейін шампундап, шашын әппақ қылып зыңдай қылып қойдым ғой қайнағамды. Сөйтінде енді бөлмеңізге бара беріңіз, қазір кешкі 5-тің шайын беремін деп жібердім қайнағамды. Дальше енді тапчанды сыпырайын деп бара жатсам, мына жердің салафандары төселмепті ғой. Мә, салафанды төсеп қоямыз. Қазір бізде луговойда қар біресе жауады, біресе еритеді, жердің барлығы батпақта. Балалар жаңа аяғымен басады, сөйтіп осы кардондарды, аяқ киімдерді ретімен қойып тапчанға шықтым. Тапчан енді шаң болып кеткен ғой. Біраз болды сыпырмағалы. Тез сыпырып, лестницаның барлығын жуып алайын деп аяқ киімдерді орын-орнына қойдым. Соңғы күндері білмеймін, белім қатты ауырып жүр. Аяғым ауыр болғаннан кейін ба, или білмеймін, почкам ауырып жүр ма, өзім түсінбей жүрмін ше. Бүгін түстен кейін біраз шаруаны бітіріп тастадым ғой. Ал енді 5-тің шайіне аталарға қандай тәтті пісіріп берсем болады, комментарияға жазып кетіңіздер. Келесі 3-ші частьті шығаратын боламын, не пісіргенімді.